Баршаңызға сәлем. Мен бүгін керемет, оңай, тез, дәмді әрі ұялмайтын қонақтарға ұсынатын тағамды сіздермен бөліспекші боламын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін көруіңізді ұсынамын. Бізге керегі ет, картоп, пияз. Біз етімізді кубиктап, үлкен-үлкен етіп турап аламыз. Біз дайындап жатқан тағамыз өте қарапайым. Қарапайым болса да, бірақ дәмі өте керемет. Бұны жасап көрсеңіздер ғашық боласыздар. Етімізді осылай үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Етті мен жанұямдағы 5 кісіге дайындадым. Еттің мөлшері 500 грамм. Сіздер де жанұяларыңызға қарап, етті шамалап алуларыңызға болады. Картопты біз 4 бөлікке бөліп аламыз. Осылай етіп. Картопымыз дайын. Біз енді оны пісіретін ыдысымызға саламыз. Салып болған үстіне сұйық май құямыз 100 грамм. Оның үстіне біз 1 қасық тұз саламыз. Оның үстіне жарты қасық қара бұрыш саламыз. 2 бас чеснок саламыз. Соны жақсылап араластырамыз. Картопымызды 10 минутқа тындырамыз. Тынып болған картопымызды духовкаға саламыз. 200 градуста пісіріп шығарамыз. Енді етін қуырамыз. 100 грамм майды сұйық май салып, ақырындап қуыра бастаймыз. Үстіне 1 шай қасық тұз сеуді ұмытпаймыз. Қуырылып атырған етімізді осылай араластырып тұрамыз. Өте қатты отқа қоймаңыз, орташаға қойып қуырамыз. Үстіне пияз салып, араластырамыз. Пиязымыз қатты қуырылып кетпеу керек. Сол үшін үстіне кішкентай ғана су құйып қоямыз. Етіміздің үстіне аз ғана укроп салып, өте төмен отта біз оны ақырындап қайнатамыз. Картопымыз дайын болды. Картопымыздың түрі, дәмі, иісі өте керемет. Етті өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Тағамыз дайын болды. Дастарханға тартуға болады. Өте дәмді, өте керемет иісі. Егер де біздің канал ұнап жатса, бізге тіркеліп, бізге лайк басып, бізге қолдау көрсетіп кетіңіздер. Алдын ала рахмет.